аңыратып қалмақтың төбін жерге салады. Күәсіндей сол күннің аңырақай қамалы, үгәй, 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 ой, аңырақай қамалы. Әрі уақыты жеті су, жас батырын жебеді, батыр ұлға қалқының сенім жүгі мол еді. Өтегенде ел үшін аянбай тер төгеді, қара бұлтай қаптаған ат дұшпанын жеңеді. Төген елінің еңсесін көкке көтеріп, бостандығын әперіп, амандығын тілепті. Жұртқа қорған болам деп, қотты қоныс табам деп, қалың елдің қамы үшін ұйқы көрмей жедепті, ұйқы көрмей жедепті, жедепті, ұйқы көрмей жедепті. Өтеген ауылында өткен ұлан асыр тойда халықтың кең пейілі мен дархандығын, Батыр бабаға деген өлшеусіз ықылас ілтипатын паш етті. Биік тұғырдағы Өтеген баба бейнесін дүниежүзілік мүсіншілер одағының мүшесі, Қырғызстанға еңбегі сіңген қайраткер Дүйшен Жолчуев мүсіндеді. Ол Алматы мен Бішкектің арасын қосатын үлкен жолдың бойында Қордай ауылының орталығында мәңгілікке орын тепті. Бұл шараларға демеушілік көмек көрсеткен ел азаматтары да көптеп саналады. Солардың бірі кәсіпкер Мүсілім Дайырбековке көптің ықыласы. Қазақтар батырлар көбейіп кеткен жоқ па деп, мен жоқ, көбейген жоқ, тағы да тойлар жалғаса берсін демекпін. Себебі осынша жарты әлемді тастап кеткен сол батыр аталарымыздың еңбегі. Әлге біз әр уақыт сыйламасақ, біз келешек біз сыйламайды. Сондықтан біз өзіміз әр уақыттың алдында қарызбыз, келешек ұрпақтың алдында қарызбыз. Сол азамат болып туғаннан кейін сол екі қарызды біз өтеуге тырысуымыз керек. Тағы бір атқарылған игі шаралардың бірі Өтеген батыр кесенесінің бой көтеруі. Халқының мақтан ұлы Іле бойындағы Шеңгелді деген жерде жерленген еді. 70 жылдары Қапшағай теңізінің суы көтеріліп, бетке су астында қалу қаупі төнгендіктен, ұрпақтары бабасының сүйегін 1973 жылы Қордай жеріне әкеліп, Иірсу өзені бойындағы биік қыратқа қайта арулап жерледі. Сол кезеңнің тарихи жәдігерлері де қастерлеп сақталып келеді. 1973 жылы мамыр айында әкеміз 4 адам болып қазғанға барғанда алып барған чемодан мынау қол сандық дейді ғой қазақшасы қазақтар. Қол сандық осы болатын. Шеңгелдегі мына құлпытас. Топырақ сол бірінші Өтеген атаның жамбасы тиген топырақ. Мына жер ой екен, ол енді мүйіздің орны. Сонда осы чабадан жаңа кісінің сүйегін салып тұрады. Соның кейін ақырын ғана молдалар Құран оқып ашты. Жарықтықтың енді басы үлкенірек екен, үлкен кісі екен. Өтеген батыр өмір сүрген кезеңнің жәдігерлері де көздің қарашығындай сақтаулы. Оның боз үйінің маңдайшасы, Шұбар тегенесі 300 жылдық тойға да ерекше әрі береді. Әсіресе Шұбар тегененің тарихы тартымды. Ол хан кеңесінің куәсі саналады. Ел ішіндегі аңызда Абылай хан жер жанаты Көкшетауда қазақ билері мен батырларын жиып кеңес құрады. Әңгіме орысқа қарсы не соғыс ашу, не өз келіскен шарттарға сәйкес бодан болу туралы күрделі де қабырғалы мәселеде тоқтамға келуге саяды. Кейінгі ұсыныс мақұл көрініп, хан ризашылығымен би батырлардан қалағанын алуға пейіл білдіреді. Сонда Өтеген: "Ханым, адам баласы көргенге сенеме, айтқанға сенеме" дейді. "Көргенге сенеді ғой" дейді хан. "Олай болса, сіздің мына саптаяғыңызды осы жиынның куәсі ретінде аға балалары ұлы жүзге апарып көрсетейін" деп тегененің шығыршығынан ұстаған еді. Оны алтын ожаумен олжалап елге жеткізеді. Яғни хан сарайында қымыз сапырылып, сол бір тарихи жиында орта жүзден Жанқұпты, кіші жүзден Есбол датқа, ұлы жүзден Төле би, Саурық, Бөлтірік, Өтеген мен Жауғаш батырлар дәм татқан тегенені бүгінгі ұрпағы қастерлейтін де жөні бар тәрізді. Қазақ елі қанша жомарт,
кең пейіл болса да, осындай жәдігерлерінің бүгінге жеткендері саусақпен санарлық екен. Өкінішті ақ. Солардың қатарында қоралас жауғас батыр желбіреткен, ұрпақтары күні бүгінге дейін сақтап келген жеңіс туының орны да айрықша. Міне бүгін көк байрақтың астында, егеменді елдің шаңырағында шұбар тегенеден шашу шашылып, ас үлестіріліп жатыр. Ырысы ортаймас елдің бұл да бір қасиеті шығар. Той енді әуелеген әсем әнмен, мың бұралған сазды бимен жалғасып кете барды. Қамқор болып еліне қамын ойлаған, өзің болып қымбаттым, ғасырлардан тіл қаттым, атасы көп ұрпақтың Бәйдібек бабы кел, өмір керуен тірлікті Бәйдібек бабы. Жылқы малының бар қадір қасиетін, тектілігін қазақ қана бағалайды. Қазақ қана соншалықты ықыласпен тамашалайды. Өтеген баба тойының да жарқырап көрінген тұсы ат бәйгесі болды. Азуы мен құс түстеген небір дүлдүл тұлпарлар бәреге шыққанда қай қазақтың делебесі қозбаған. Міне Алматы жылқы заводының Нарден атты қасқасы Аламан бәйгенің мәресін жеке дара қиып өтті. Текті малдың тегеуіріні әлі де тың, адымы ширақ. Той тарқағанмен көңілдерде ұзаққа қалып қояды. Ол ұлттық намыстың жанушысы, кеудеге нұр құяр шуақ. Алдағы жылы Аңырақай шайқасының 270 жылдығы мемлекет деңгейінде аталып өтіледі. Ол да Қордай ауданының аумағында екен. Бүгінгі батыр тойы соның бір баспалдағы іспетті. Алла жазса, 2000 жылы бүкіл қазақ елі батырларының Аңырақайдағы жеңісінің 270 жылдығын тойлармыз. Ел бірлігі мен тұтастығын бұдан да асқақтата түсерміз. Өтеген баба қажымай талмай ізденген жерұйық мекенде осы бір екі құмға саяды екен. Ел берекесі өз қолында, еңбегі мен білімі, ынтымағы мен тірлігі жарасса, 5 Франция елі сүйіп кетердей қазақ жерінің қай бұрышы да жұмақ. Бабалар қанымен қорғаған жердің қасиетін қазіргі ұрпақ оқулықтардан оқып, хабарларды көріп барып түсінеді. Мына бір қаршадай сәбидің ниеті де сол. Атам не болған? Қазақ елінің батыры болған. Ол өз елін, өз жерін қорғаған. Өтеген батыр өнегесі де жеріңді, еліңді сүюге, соған адал қызмет етуде. Баба айшылап жүрген жерлерді қасқағым сәтті өтетін жаңа заман орнады. Соған лайық ұрпағы да өркениет көшінен қалмау керек. Оған барлық негіз бар. Байтақ жеріміз, ең байлығымыз, білімді де еңбекқор халқымыз. Соны көп көрмей, батыр бабаларымыздың аруағы қолдай жүрсін. Жыраулардың жырында, әншілердің үнінде, атын бабам сақтаулы әр жүректің төбінде, әр жүректің төбінде, төбінде, әр жүректің төбінде. Атың бабам сақтаулы
Thank